Достар, сіздермен мен Darkmaizer, және де бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің стратегиям жайлы айтатын боламын. Айта кететін бір жағдай бар, ол мен қазір тек қана крипто емес, одан қоса басқа да рыноктарды торговать ететін болдым. Ол Форекс, Рио, индексі және тағы да басқа. Көбінесе мен қазір Форекс пен Рионы торговать етемін. Оның барлығын өзімнің Telegram каналыма салып отырмын. Ол жерде барлық мен кірген сделкаларым, барлық разборларым да сол каналға салынып отыратын болады. Сол үшін мен Telegram каналыма өтіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, бізде чат бар. Ол жерде бізде қазір 106 участник бар. Солардың қатарына қосылыңыздар. Ал ендеше бастайық. Менің стратегиям екі заттан тұрады. Ол ICT және Market Cypher. Market Cypher мен направлениялар жайлы информация алсам, ал ICT мен уже более детально точка входа іздеймін. Ендеше кеттік, бастайық. Бірінші, мен әрине үлкен таймфреймдарда менде қандай ситуация болып жатқанын бірінші қарап аламын. Бұл жерде мысалға қарасаңыздар, бізде нисходящее движение төмен қарай кетіп жатыр. Әр осы зонаға баға тиген кезде төмен қарай түсіп отырған. Осылайша мен бағаның осы зонаға келген кезде бұл бізде уже продавецтардың зонасы екенін білемін. Одан кейін келесі төменірек таймфреймға түсемін. Недельныйда осы зонаға бізде қандай реакция болғанын қараймын. Мысалға қарасаңыздар, баға мына жерге келді, одан қарай төмен қарай түсті. Тағы да баға үстіге қарай өсті де, мына жерде бізде мынандай rejection блок қалдырды. Одан кейін баға тағы да өсті де, мына жерде rejection блок бізде қалдырды. Бұл не деген сөз? Бұл жерде осы бізде продавецтардың зонасы, сол үшін бұл жерде уже бізде покупательская сила азаяды деген сөз. Бұл жерде көбінесе продавецтар бар деген сөз. Ол бізде, значит, бағаның төмен қарай түсу вероятності көп деген сөзді білдіреді. Одан кейін дневнойға түсеміз. Дневнойдан уже біз макро среднесрочный направлениені іздейміз. Яғни BS нарратив дейді. Сол үшін біз осы жерден осындай біз направление іздейміз. Мысалға, мына жерде бізде восходящее движение болса, мына жерде уже ключевой уровеньнен біз реакция алдық, одан кейін мына жерде ішкі нисходящий order flow құрдық. Баға білетіндеріңіздей сразу астыға түсіп кете алмайды, бұлай. Сол үшін баға бізде осындай кішігірім коррекциялармен астыға қарай түсетін болады. Және де оның барлығын әрине уровендарға, ликвидностьтарға байланысты оның барлығын анализировать етеміз. Мысалға, мына жерде бізде қандай жағдай орын алды? Импульсивная зона, осының астына келген кезде мына жерден бізде ликвидность алынды. Ликвидность алынған кезде бізде мына жерде дневкада фитильмен реакция қалдырылған 4 сағаттықта. Одан кейін осы жерден реакция алынып, бағаның біз осылайша ререйт жасап өскенін көріп тұрмыз. Яғни бұл жерде қазір әлемде болып отқан жағдайларға байланысты баға түскен, ререйт тағы да шешілген, одан кейін тағы да осы гэпті жауып восстановление, бізде покупательская сила бар деген сөз. Демек бағаның біз әлі де үстіге өсетінін көре аламыз. Часовойда ары қарай мен уже өзімнің торговая стратегиям, яғни бұл жерде менің модель входаларым бар, өзімнің сессияларға байланысты кіретін точка входаларым бар. Оның барлығы осы жерде белгіленген. Ендігі сіздерге көрсететін Market Cypher. Market Cypher мен не істеймін? Бағаны көргендеріңіздей осы мен ICT мен осы бағаның жалпы price action, бағаның движениесін, покупательская сила қай жерде бар, қай жерде жоқ, соны анықтадым. Ендігі бұл жерде тағы да менің дополнительный факторларым, яғни бұны мен бұрын көп жұмыс жасайтын, соның арқасында осы Market Cypher менде базасы қалған. Мына жерде байқасаңыздар, бізде не? Мына индикатор, моментум дейді, мына көк волналар төмен қарай түсіп жатқанын көріп тұрмыз. Яғни бұл бізде дивергенция, және бұл дивергенция бізде мына жақтан басталған. Яғни каждый осы реакциялар осыны больше подтверждать етеді. Осыған байланысты мен тағы да дневкаға түсем. Дневкадан мен кіші таймфреймдарда не болып отқанын анықтаймын. Яғни қазіргі сила в моменте, сила цены
осы инструменттің қандай силасы бар, соған байланысты мен направленияларға қарап, сол направленияларға байланысты сделкалар іздестіремін. Мысалға, соңғы сделкалардың бірі өтсе мынау бағаның құлағанына байланысты. Мына жерде мен бағаның түсетінін көрдім. Неге? Себебі 4 сағатта ашсақ, бұл жерде нисходящее движение, баға коррекция алып, мына жерден бізде біздің зонаға келді 0.5. Осы зонадан кейін реакция алынды. Ары қарай менде манифломен бағаның түскенін көріп тұрмыз. Және де 1 сағатта ашып қарасақ, бізде бағаның дальнейшем манифломен түсіп, біздің полный движенияларымыз, мына жерде триггер вейвтарымыз бар. Барлығы бізде бағаның төмен қарай өте ақырын слабый движениемен түсетіннің жайлы бізге информация берілген. Оған қоса, мына жерде байқасаңыздар, мен мына жерде баға битіп екі жақтан жате болған кезде көбіне шортқа қарастырдым. Неге? Себебі мына жерде менде конвергенция болған. Баға мына жерден түсіп жатыр, ал бізде көк мына моментумдар үстіге өсіп жатыр. Осыған байланысты мен бағаның төмен қарай құлау шансты көбірек екенін түсінгенмін, және осы жерден шорт ашқан болатынмын. Осы инструменттарды қолданып мен сделкалар ашамын. Бүгінгі сделканы сіздерге разбор жасап кетейін. Мысалыға, мен маркет сайферді тек қана үлкен таймфреймдерді қолданамын, кішірек таймфреймдерді оған особо значение бермеймін. Мысалға, қараңыздар, мына жерде бізде қандай движение момент болған. Бізде мінеки баға Азияда өзімен жұмыс істеді, одан кейін Франкфуртпен қосылып бізде экспансия жасалды. Одан кейінгі Лондонда біз Франкфурт шешпедік, төмен қарай ордер флоу құрып, Франкфуртты шештік. Одан кейін бізде Нью-Йоркта восходящее движение басталды. Бұл жерде бірақ мен евромен кірмедім позицияға, себебі мына жерде бізде SMT болмады, немесе тағы да басқа мына ликвидность шешкен моменттер тоже болмады. Сол үшін мен евро-доллармен кірмедім. Менің оның орнына British Pound, яғни фунтпен кірген болатын. Бұл жерде более әдемі картина. Азияда также снимает. Осындай бізде расширение болады. Франкфуртты Лондон шешеді. Одан кейін тағы да төмен қарай түседі де Франкфуртты шешіп алады. Одан кейін Лондоннан кейін бізде Нью-Йорк ашылады. Нью-Йорк бізде Лондонды шешіп, бізде восходящий движение жасайды. Осы жерде мен обычный модель входамен осы сделканы Лондонның хайына дейін тартқан болатынмын. Мінеки менің сделкам осындай қарапайым, чисто торговля по направлению, по тренду, яғни по order flow. Осылайша сіздерге менің бүгінгі жасаған разборым, бүгінгі айтқан сіздерге түсіндірген стратегиям қызық болса, онда менің телеграм каналыма жазсаңыздар болады. Осы видеоның астына да комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.